Сәлем достар, 3 минуттың ішінде дайын болатын өте дәмді таңғы ас дайындаймыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып аламыз. Одан соң қаймағымызды саламыз. Дәміне қарай кішкене ғана тұз салып жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнымызды салып, бір массаға жеткенше араластырамыз. Неге осындай масса болып шығады. Біздің кабачогымызды дәл осылай турап аламыз. Қатты жіңішке немесе қатты қалың болып кетпеу керек. Осылай орташа мөлшерде турап алыңыздар. Қызып тұрған табамызға май құямыз. Одан соң ең алдымен ұнымызға малып алып, одан кейін барып біздің дайындап қойған қоспамызға малып аламыз. Кейін екі жағы сарғайып шыққанша қуырып аламыз. Табамыздың асты қатты отта болмау керек, орташа отта болу керек. Егер қатты болса, асты күйіп кетеді. Сарғайып шыққанша қуырып аламыз. Мінекей достар, біздің таңғы асымыз дайын болды. Немесе тіске басар ретінде де дайындасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды білдіріп кетіңіздер. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видео рецепте кездескенше.